Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман. Мектебімізде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен оқуға құштар мектеп жобасы аясында өткізіліп жатырған мазмұндама тележобасына қатысушы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Досқалиева Ұлжан Орынбекқызы. Сіздерге осы жоба аясында қызықты шығармалар тізімін ұсынып, кітап оқуға шақырамын. Алғашқы шығармаларымызды қазақ халқының ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына орай Ыбырай шығармаларына бастамақпыз. Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала», «Асыл шөп», «Бақша ағаштары», «Аурудан аяған кішірек», «Полкан деген ит», «Өтіріктің залалы» тағы басқа әңгімелері жастарды әділеттілікке, сабырлылыққа, салмақтылыққа және әділ, мейірімді, қайырымды болуға тәрбиелейді. Мысалы, ағартушының мейірімді бала әңгімесі тәрбиелік мағынаға тұнып тұр десек, артық айтпағанымыз. Оған дәлел ретінде Сейіт деген бала туралы мына бір әңгімеге құлақ түріп көрелік. Сейіт орам үстінде жүгіріп бара жатқанда бір арбалы келіп, аңдаусыз соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп шошынғаннан анасы есінен танып қалады. Мұны көрген соң Сейіт жыламақ түгіл сынған аяғын орнына салып танып жатқанда да дыбысын шығармай, қабағында шытпай жатады. Сонда сынықшы кісі: «Аяғың ауырмай ма? Қабағыңда да шытпайсың» деп сұрайды. Сейіт анасы шығып кеткен соң демін алып сынықшыға сыбырлайды: «Ауырмақ түгіл жаным көзіме көрініп тұр, бірақ менің жанымның қиналғанын көрсе, анам да қиналып жүдемесін деп шыдап жатырмын» дейді. Тағы да айтар болсақ, ол өзінің Сәтімхан, талаптың пайдасы, білгеннің пайдасы, әдеп тағы басқа әңгімелерінде балаларды білім алуға, зерек болуға үгіттейді. Мысалы, талаптың пайдасы деген әңгімесінде ынтасымен оқудың, зияткерліктің нәтижесінде осы әңгіменің кейіпкері Матвей деген кісі бүкіл Ресейге белгілі суретші болып шығады. Басқа әңгімелерінде де автор білімді дәріптейді. Бірсыпыра әңгімелерінде жастарды еңбек сүйгіш болуға, ұқыптылыққа, дағдылануға шақырады. Бұл тақырыпқа арналған әңгімелері өрмекші, құмырсқа, қарлығаш, бір уыс мақта, дүние қалай етсең табылады, тағы басқа шығармаларынан көруге болады. Кітап оқу бұл бос уақытты қызық өткізу ғана емес, сонымен бірге тұлға болып қалыптасуға орасан зор көмегі тиетін өте пайдалы іс. Нақтырақ айтқанда, бұл процесс ойлау қабілетін жетілдіріп, сөздік қорды ұлғайтады және сөйлеу мәдениетін дамытып, ми белсенділігін жақсартады. Сондай-ақ әрбір адамның бойындағы шығармашылыққа деген сүйіспеншілігін оятуға итермелейді. Өздеріңіз оқып танысқан көркем шығарманы өзге оқырмандарға жарнамалап, шеберлікпен насихаттап, өзің оқып, өзгеге ұсын демекпіз. Сіздерге сәттілік, зейіндеріңіз ашылсын. Оқуға құштар оқырмандарымыз көп болсын.